Мынада Акияс деген енді исм тафсил деп қойды, күшейтіп білдірді. Өте ақылды. Мұсылмандар ішіндегі ең ақылдысы кім деген сияқты ғой. Жай ақылды емес, ең ақылдысы кім дегенде пайғамбарымыз оған жауап берді. Аксарухум лил маути зикран ва ахсанухум лима ба'даху исти'дадан. Екі сөзбен жауап берді. Мұсылман ішіндегі ең ақылдысы деді, ең ақылдысы өлімді көп ойлап жүргендер деді. И соған қарап, уже білсең болады екен да. Кенен бұл түсіндірмесін береміз. Неге ол адам ақылды ғой есептеледі, өлімді көп ойлаған. Ва ахсанухум лима ба'да исти'дадан, ол құр өлімді ойлап қоймайды. Өлімнен кейінгі жағдайға дайындалады. Кәдімгі дайын болып жүреді. Бүгін бертен кетіп қалатын болсам, мынандай жағдай болайын деп тұр, мынандай жағдай болайын деп тұр, мынандай болу керек, мен мынандай дайындық болу керек, Аллахтан барған кезде мынаны сұра аламын, мынаны сұра алмаймын, мынаның пайдасы бар, мынаның пайдасы жоқ деген сияқты жөндейсің да. Жолға кетіп бара жатқан кезде үйіңде бүкіл затыңды арқалап кетпейсің ғой. Чемоданды ашқаннан кейін мынау маған керек болады, мынау керек болмайды, мынау паспорт керек, мынау зумный паспорт, мынау счет керек, мынаның керегі жоқ. Қазір жаздың уақытысы, мен не жаңағындай Турцияға кетіп бара жатқан кезде шубамды айтайын, қазір кимеймін ғой деген сияқты сен білесің да, бәрін сала бермейсің да. Тура сол сияқты Аллахтың алдына бара жатқан кезде сондай бір чемоданың дайын тұрған жақсы. Ол кеттім деген кезде, Құдайдың алдына барған кезде сен о дүниеге, қабірге түскен кезде, керден жаншып кеткен кезде керек заттар болған жақсы. Керек емес заттарды арқалап кеткен сияқты қамау керек. Иман келтіргендер үшін ең ақылдысы, өлімді көп ойлағандары, ва ахсанухум лима ба'даху исти'дадан, өлімнен кейінге дайындалғандар дейді да, пайғамбар айтады, улаикал акияс. Міне ақылдылар осылар дейді. Пайғамбарымыз кәдімгідей оны айтқан екен, міне нағыз ақылды мұсылмандар осы дейді. Енді осы жерде сен өлім болғанда қанша адам баласы жер бетінде өмір сүріп келе жатыр. Ұзақ өмір сүргенде, қысқа өмір сүргенде келе жатыр. Біздің заманымызда технология дамыды. Құранда мынандай айтып бар: "Фадрау ан анфусикумул маута ин кунтум садиқин." Ал сендер шыншыл болсаңдар, яғни сен айтып жатқаны рас болатын болса, Құранды мойындағың келмейтін болса, пайғамбарды мойындағың келмейтін болса, дозақты, жәннатты мойындан сен өзіңдікін дұрыс деп ойласаң дейді, Аллах айтады, онда сен өзіңді өлімнен құтқарып көр дейді. Ол 6 минуттан асып кеткен болатын болса, жүректің тоқтауы, өкпенің жұмыс істеуі шанс жоқ. Тек қана бір ақ нәрсе болуы мүмкін, сені запчастқа жіберуі мүмкін. Сондықтан бұл өлімге, бұл Құран шариғатта «Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин» дейді ғой. Саған яқин жеткенше Аллаға ғибадат жаса дейді. Яқин деп өлімді айтып жатыр. Салаф өкілдерінің, сахаба, табиғандар бұған түсіндірмесі «Ал-яқин хуал маут» дейді. Яқин деп өлімді айтып жатыр дейді. Неге бұл яқин деп? Қазақта айқын деген сөз содан алынған. Бұл ақиқат. Бұдан жоғары тұрған ақиқат жоқ. Сол үшін қазақтарда көне аңыздарын қарасаң, өлім ол ақиқат дейді.